Қазақ елі, құрметті қазақ елі, салам алейкум, менің атым Жолдасхан. Осы бірнеше күн бұрын мен өзім TikTok каналымда Астана, біздің астанамыздың, негізі білесіз ғой, Астана деген сөздің переводы столица деген мағынасы білдіреді. Негізі қазір біздің астанамыздың конкретно аты жоқ. Мысалы, Париж деген Париж, мысалы там Лондон деген Лондон, Вашингтон деген Вашингтон, ал енді Астана деген ол жай Астана. Оның Астананың қазір аты жоқ. Осы бірнеше жыл бұрын біздің астанамыздың аты Нұр-Сұлтан болған. Енді сосын Нұр-Сұлтан деген қазақтың халқы шулап Сұлтан деген атын алып тастады. Менің ойымша, мен өзім енді сондай видением бар. Біздің астанамызды Алтын Орда деп қояйық деп осындай бірнеше жыл бұрын сондай пікірімді білдірдім. Ал енді қазір сендерге сондай тоже вариант көрсетіп жатырмын. Қараңдар, не ойлайсыз сол жайында. Қараңыз, осындай комментарий оқи салайын. Қанат жазып жатыр: өте дұрыс ұсыныс, Астана Алтын Орда керемет ат болар еді деп жатыр. Қанат, рахмет сізге. Ал енді қазақтар, не ойлайсыз? Біздің астанамыз жай Астана болып қалсын ба, столица деп, немесе енді астанамыздың бір конкретно ат жөні болу керек па, керек емес па дегендей. Сендердің комментарийларыңды енді жазғаныңызды сұраймын.